Соңғы жапырақ. Ертеде Флоренция қаласы дағдарысқа ұшырайды. Артсвилл көшесі өнерге болған сенімін жоғалта бастады. Бір кездер осы көшенің көңілін көтеріп жүрген суретшілер, әртістер енді өнерден қаша бастады. Мұның себебі кедейлік. Сурет салуды барлығы ұнататын, бірақ суретшілерге төленетін айлық өте аз еді. Ата-аналар өз балаларына сурет салуға рұқсат бермейтін, бояуларын алып қоятын еді. Осы қиын кезде санаулы суретшілер ғана өнерді барынша қабылдады. Жақын достар Сью мен Джонси осылардың бірі еді. Олар өз суреттерін журналдарға сататын еді. Көп ақша алмаса да, өздері сүйген өнерден рахаттанатын еді. Сью мен Джонсидің Бермен мырза есімді көршісі бар еді. Бермен мырза қарт кісі болса да өте мықты адам болатын. Айналасындағы барлық затты әдемі етіп бояп қоятын еді. Жол бойындағы орындықтарды, үйдің баспалдақтарын, тіпті ағаштарды да. Ол Артсвилл көшесінің рухын сақтап қалған теңі жоқ суретші еді. Ол Сьюдің жұмыстарына көмектесіп тұратын еді. Бермен мырза, сіз өте талантты адамсыз. Неге салған суреттеріңізді сатуға қоймайсыз, дейді Сью. Білмеймін, ақшаларды не істеймін. Мен жалғыз жасап, ақшаны да аз жұмсаймын. Қаладағы адамдар барлығын ақша үшін істеу міндетті емес екенін түсіну керек. Өз сүйген жұмысыңнан ешқашан қайтпау керек, дейді Бермен мырза. Барлығы жақсы еді. Бір күні Джонси ауруға шалдығып қалады. Дәрігер қанша әрекет жасағанымен Джонси жазылмай жатыр еді. Доктор, ол жазылып кетеді ме, деп сұрайды Сью. Мен оған дәрі-дәрмек жазып бердім, бірақ сен оның көңілін түсірмеуге әрекет жаса. Ауру мен мәселелеріміз көбінше біздің жаман ойларымыз үшін жазылмай қалады, дейді дәрігер. Сью Джонсидің көңілін көтеру үшін бәрін жасайды. Оған сүйікті тамағын әзірлеп, түрлі әзілдер айтып, бөлмесіне әдемі гүлдер қоятын еді. Бірақ бұлардың пайдасы болмайтын. Джонсидің көңілі көтерілмейтін еді. Мен ешқашан жазылмайтын шығармын, я? Сенің тынбай жұмыс істеп, мен болса мына жерде жатқанымды ойласам, көңілім бұзылады, дейді Джонси. Джонси, сен менің досымсың, саған қамқорлық жасау үшін бәріне дайынмын, дейді Сью. Сол кез Бермен мырза кіріп келеді. Сәлем, сұлу қыздар, кедергі жасамадым ба? Сәлем, Бермен мырза. Біздің Джонси қыз жазылып қалыпты ғой, дейді Бермен мырза. Әрекет жасап жатырмын, дейді Джонси, көңілсіз. Джонси, сен міндетті түрде жазылып кетесің, сөзіме сен, дейді Бермен мырза. Өзімді жаман сезініп, әлсізденіп бара жатырмын, дейді Джонси. Әлсіздік миыңа сіңіп қалған. Қай жерде қалау болса, сол жерде шешім болады, дейді Бермен мырза. Бермен мырза, соңғы суретіңізде не салдыңыз, деп сұрайды Сью. Мен өзімнің арманымдағы қаланы, өзіміздің көшені салдым. Онда барлық суретшілер бояуларын алып, өздері жақтырған суреттерін салып жатқандарын бейнеледім, дейді Бермен мырза. Бұл орындалмайтын арман ғой, дейді Джонси. Орындалмайтын арман болмайды. Сен өзің қалаған нәрсені армандауға болады. Сонда ғана оны орындауға әрекет жасайсың. Джонси, өнер үлкен күш. Жақсы жасалған өнер дәрігерлердің қолынан келмейтінін орындайды. Өнер иесі тек жақсы көңіл күй мен сенімін жоғалтпау керек, дейді Бермен мырза. Джонси көңілсіз терезеге қарайды. Қайда қарап жатсың, Джонси? Терезеге өрмелеп өсіп жатқан ағашқа қарап жатырмын. Көңілім кішкене көтеріліп қалады. Бірақ олар да мені тастап бара жатқан сияқты. Алғаш көргенімде 10 жапырақ бар еді. Қазір болса 7 қалыпты. Соңғы жапырақ төгілсе, менің бар үмітім сөнетін шығар, дейді Джонси. Күндер өтіп, Джонсидің жағдайы ауырласады. Бір күні Сью үйіне кіріп бара жатып, Бермен мырзаны көреді. Оның барлық жері су болып кеткен еді. Бермен мырза, сізге не болды, дейді Сью. Ештеңе болған жоқ, мен жай қартайып қалдым. Бүгін бақшамыздағы орындықтарды бояп шықтым, дейді Бермен мырза. Осындай жаңбыр жауып тұрған кезде ме? Ауырып қалуыңыз мүмкін ғой, дейді Сью. Жоқ, сурет салсам өзімді ең бақытты адамдай сезінемін. Маған ештеңе зиянын тигізе алмайды.
Өнер менің өмірім. Айтқанша, Джонси жақсы ма? Деп сұрайды Бермен мырза. Онша емес, ол сол терезедегі ағашқа қарап жатыр. Оның да 4 жапырағы қалған, дейді Сью көңілсіз. Бүгін жаңбыр жауып жел болып жатыр. Жапырақтардың барлығы түсіп қалатын шығар, деп кетеді Сью. Джонси Сью келгенде терезесін ашуын өтінеді. Соңғы жапырақ түскенін ба жоқ па көрмек болады. Бірақ Сью ашпайды. Ертеңіне күн шығып жаңбыр тоқтайды. Сью барып терезесін ашады. Қараса ағашта бір жапырақ тұратын еді. Сью мен Джонси таң қалады. Қалайша сонша жел болып жапырақтың түспегеніне. Джонсидің қуанышында шек жоқ. Сью, маған дәрілерді алып бер. Егер кішкентай жапырақ боранды жеңген болса, менің де қолымнан келеді. Міндетті түрде жазыламын, дейді Джонси. Сью Джонсидің сөзіне қуанады. Сью, маған бояуларымды да алып келші, дейді. Сью қуанып асыға оған бояуларын береді. Джонси бояуларымен сурет сала бастайды. Күндер өтіп Джонси бір жола ауруынан жазылады. Дәрігер де Сью да бұл жағдайдан таң қалады. Джонси енді тек армандарын айтып қуанып жүретін еді. Бір кез Джонси Сьюдан Бермен мырза қайда деп сұрайды. Сью өксініп, бұны сен жазылып кеткен соң айтпақ болып жүрген едім. Өткенде қатты жаңбыр жауған күн ертесіне ол қатты ауырып қалды. Дәрігерге бармады ма, дейді Джонси. Ол Бермен мырза ғой, ол сурет салғанда ешкім оған зиян жеткізе алмайды деген. Терезедегі жапыраққа қара, ол әлі түскен жоқ. Бұны Бермен мырза сол жаңбырлы түнде салыпты. Ол шынымен де ұлы суретші. Ертеңіне мазасызданды. Оны адамдар дәрігерге алып барды. Мен оған сенің жазылып кеткеніңді, соңғы жапырақ саған күш бергенін айттым. Ол өмірден өтті. Джонси, дейді Сью. Ол өнер адамдардың өмірін сақтап қалады деп айтқан есіңде ме? Бұл өнермен сызылған жапырақ сенің өміріңді сақтап қалды, дейді Сью. Джонси қайғырады. Және ол Бермен мырзаның арманын орындауға бел буады. Соңғы кездерде Бермен мырзамен жапырақ жайлы әңгіме бүкіл қалаға таралады. Бүкіл өнер иелері, әртістер, әншілер, суретшілер, бишілер бұл жағдайдан шабыттанады. Олардың бәрі жиналып Артсвилл көшесіне өнерді қайта алып кіреміз дейді. Артсвилл көшесі қайта тіріледі. Әр қабырғада суреттер салынады. Сью мен Джонси Бермен өнері атымен үйірме ашады. Ата-аналар балдарын өнерді үйренуге жіберетін болды. Барлық адамдар бояу өмірлеріне қайта келгенінен қуанышты болатын және Бермен өнеріне қайырымдылық ете бастайды. Көп өтпей Бермен өнері дамып, Бермен институтына айналады. Оған түскен оқушыларға ең бірінші болып бір нәрсені салудан бастап үйрететін еді. Ол соңғы жапырақ еді. Өйткені сол жапырақ бәріне сабақ болған еді. Қай жерде қалау болса, сол жерде шешім болады.